Бүгін осы программамен қалай Инстаграмнан көп подписчик жинау керектігін көрсем, яғни накрутка жасауды. Қазір барлығы осы программа арқылы Инстаграмнан подписчик лайкты адамдарға сатады, бірақ бұл негізі тегін. Тек оны үйреніп алсаңыздар, сіздер де сата аласыздар. Ендеше бастаймыз. Алдымен кескіндегісін жүктеп аламыз. Қазір Инстаграмға арнайы осы топ-фоллоу үшін Инстаграм аккаунт ашамыз. Себебі өзіміздің аккаунтымызды істесек, бан болу керек. Оған арнайы қалай Инстаграм, яғни қандай Инстаграм ашу керектігін көрсетемін. Алдымен жаңа аккаунт ашып, ішіне регистрацияның барлығын жасаймыз, ава қоямыз. Кәдімгі адамдар қолданатын аккаунт деп ойлауы керек. Атымыздың барлығын жазамыз. Мен Айшын аккаунт аша салдым. Сурет қоямыз. Бұл кезде кәдімгі автордың аккаунты секілді болу керек. Кем дегенде 4-5 пост саламыз. Сторис міндетті түрде саламыз. Және посттың астына, пост салған кезде астына жазуларын жазып қоямыз. Сосын өзіміз бірнеше адамға подписаться етеміз. Яғни білінбес үшін. Осылай аккаунтымыз дайын. Осыны қазір парольдарын сохранить етіліп, жаңадан ашасыздар. Солай тіркей саласыздар. Қазір бағанағы топ-фоллоу сайтына кірген кезде өзі шығып тұрады. Осылай стористің барлығын толтырып, кәдімгі авторский аккаунт істейміз. Кейін уже кіріп регистрация жасаймыз. Аккаунтты жаңадан ашсаңыздар, сразу мына жерден паролі барлығы шығып тұрады. Соны кіріп тіркей саламыз. Видеода көрсетілген естиміз. Кәдімгі любой сайт ашқан секілді осында тура солай ашамыз. Мен бұрын менде болған бұл сайт, сол үшін менде қазір монеталар бар. Стартты басып монеталарды жинаймыз. Сол монеталарға біз өзімізге подписчик жібереміз. Қазір оның қалай істейтінін көрсетемін. Менде әзірге осы монеталармен жібере беремін. Енді подписчикті жіберу үшін подписчик дегенге кіріп, осы жерге Инстаграм аккаунтымыздың кәдімгі атымызды енгіземіз. Сосын осы жердегі монеталарға өзімізге подписчик жібереміз. Оның қалай болатынын қазір көрсетіледі. Мен өзім Инстаграм аккаунтымды тіркедім. Міне, лайк болатын болса, астындағы лайк деген жеріне кіреміз. Ал подписчик жіберетін болсақ, подписчик деген жеріне кіріп, міне, мен көрсеткенде подписчик жібереміз. Мына жерден қарап тұрсаңыздар болады, Инстаграмға кірмей. Міне, монетаны да қосымша жинай бересіздер. Міне, маған келген подписчиктер. Менде 530 подписчик болды, жаңа 431 бәледе подписчик болған. Міне лайктар тоже келді. Қазір тағы көрсетемін. Әзірге осынша жібердім. Мен допоследний түсіруді ұмытып кеттім. Осы сайт толығымен жұмыс жасайды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп. Всем пока.